Сәлеметсіңдер ме, екінші сынып оқушылары? Бүгін әдебиеттік оқу сабағынан ашық онлайн сабағын бастаймыз. Әдебиеттік оқу сабағымыздың бүгінгі өтетін тақырыбы ботақаным. Оқу мақсаты кейіпкерлердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез-құлқы мен іс-әрекетін бағалау. Сұраққа жауапты анықтамалы кітаптардан, жинақтардан, сөздіктерден табу, ақпаратты берілген үлгі кестеге салу. Оқушылар, жұмбақты бірге шешіп көрейік. Иір денесі, сахараның кемесі, ащы шөптер тамағы, шөлге шыдап бағады. Бұл не екен балалар? Кәне, барлығымыз ойланып көрейік. Сендер де дұрыс тапты деген ойдамын. Өз жауаптарыңды тексеріп көріңдер. Жауабы түйе. Жарайсыңдар балалар. Мақал-мәтелдерді түсініп оқиық. Нар жолында жүк қалмас. Бақыр ауық демесең, бағалы көлік түйе ғой. Оқушылар, бейне сабаққа назар аударайық. Қазақтардың ғасырлар бойы жүгін көтерген мал түйе. Түйенің бір өркештісін нар, қос өркештісін айыр түйе. Солардың арасынан шыққан тұтас өркештісін қоспақ деп үшке бөледі. Оның ішінде ең төзімдісі әрі мықтысы жалғыз өркешті нар. Қазақтың нар жолында жүк қалмас деуі осыдан. Түйе жолға да, суға да шыдамды. Ол өте ащы өсімдіктермен қоректенеді. Оны қалай ашырқанбай жейтініне таңданасың. Қорегі осындай болған түйенің сүті де асыл. Түйе сүтін шұбат дейміз. Шұбат денсаулыққа пайдалы. Шұбат сүт тағамдарының ішінде қымыздан кейінгі бағалы сусын шұбат. Ол түйе сүтінен жасалынады. Шұбат та қымыз сияқты ашытылып, тері, ағаш, қыш ыдыстарға құйылып, сақталынады, пісіледі. Шұбат қымызға қарағанда дәмді, жұмсақ, майлы әрі қоюлау болады. Оның қуаты мен дарулық қасиеті қымыздан еш кем емес. Мынау түйе. Түйенің төлі бота. Ботадан тайлақ. Тайлақтан бауыршын. Одан бура өседі. Түйенің үлек, інген, нар, қоспақ деген түрлері болады. Халық шығармасын түсініп оқы. Түйе. Маң-маң басқан, шудаларын шаң басқан, екөркешін қом басқан, төрт аяғын тең басқан, тілін тікен теспеген, мұрындығы келіскен, ала бота жегені ашы қурай теріскен. Шөк дегенде бұқ деген, шешіп үйін жүктеген. Сен білесің бе? Түйенің дене тұрқы ірі, оның салмағы 700-800 килограмм, мойны иір және ұзын. Денесінің әр жерінде ұзын шудалы жүндері болады. Құрғақ далалы, шөлейтті және шөлді аймақтарда тіршілік етуге бейімделген. Сондықтан халық түйені шөл дала кемесі деп атайды. Ертеде түйелі көш сахараның салтанаты деп аталған. Жырға сүйеніп, төмендегі сұрақтарға жауап беріп көрейік. Түйенің төлін қалай атайды? Сүтін ше. Түйенің жүрісі туралы не деуге болады? Шудасы туралы ше. Түйе қандай шөптермен қоректенеді? Түйенің пайдасы қандай?
Дұрыс айтасыңдар балалар, барлықтарың дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Енді түйенің пайдасы туралы жазып көрейік. Түйенің жүнінен жасалатын бұйымдар. Түйенің үстінен жасалатын тағамдар. Түйенің терісінен жасалатын бұйымдар. Оқушылар, бүгінгі сабақты өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды десеңдер, сары шаршыны белгілейсіңдер. Мен сабақты жақсы түсіндім десеңдер, ақ шаршыны белгілейсіңдер. Тақырып бойынша әлі де ізденуім керек десеңдер, қара шаршыны белгілейсіңдер. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар. Назарларыңызға рахмет.